Қызылорда облысы Шиелі ауданында қазіргі таңда мына орталық базарда жаңа зат алуға барсам 25 дейма саудагер жаңағы шықпаған. Сонда мен бір сөз айтайын деп отырмын. Мынау Шорабаев, Әбдіғаниді сіздер байыту үшін жайдан жай сонда налогын төлейсіздер ертең. Жер пұл төлейсіздер. Сонда жайдан жай төлеп отырсыздар ма, мен түсінбеймін. Мына мұқтаждықпен барады адамдар мысалы. Үлкен базар деп. Бұл не деген сұмдық, не деген масқара бұл? Суды кешіп халық барады базарға, затымызды аламыз, керек заттарымызды аламыз деп. Алайда саудагерлердің бәрі орында отырмайды. Сонда сіздер жер пұлды, налогты қалай төлеп отырсыздар? Мен түсінбей отырмын мен. Сонда пайда көрмей төлей бересіздер ме мынау саудагерлерге айтатын? Бір алып баратқан аяз жоқ, басқа жоқ. Үнемі барасын 25-30 саудагер болмайды. Налог төлеп отырмыз ғой, қашан шықсақ та өзіміз білеміз ғой дейді. Сонда халықтың мұқтаждығы ше? Мұқтаждығы қайда сонда халықтың? Мұқтаждығын кім орындайды халықтың? Онда жауып, бірыңғай кетіңіздер, базарды жауып, есігін, дарбазасын бәрін. Құдайдың зұлын пастысын, сабынын, керекті заттарын ала алмасақ. Не деген сұмдық, не деген масқара бұл? Мынау қазір 20% тұр базарда саудагердің. Ертең сол сіздер налогын, жер пұлын барлығын төлейсіздер ғой, сонда пайда көрмей төлей бересіздер ма? Әлде Шорабаевты жайдан жай байытуға отырсыздар ма? Не деген сұмдық, не деген масқара бұл? Екінші мәселе мынау ауруханада мынау науқастардың артынан заттарды алып барады. Ол енді көзіміз көріп тұрған жоқ. Оны кім алғанын, мынау енді сырттың адамы алмайды ғой, біз сыртта тұрамыз күтіп. Шешемізді, әкемізді, туысымызды жанымен қайғырып атқан, ішінде жатқан палатада. Мынау Тумышкідегі заттарды, Алмас Әбілпаттаға айтатын, науқастың артынан заттар алып барады, Тумышкіге салады, белгісіз жағдайда жоқ болып кетіп отыр қазір таңда. Мен енді оны көзім көріп тұрған жоқ, мен іште жүрген жоқпын ол отделениеде, хирургияда. Бірақ мен негізі алсын алмасын менің айтайын дегенім былай. Мынау науқастардың артынан барған адамға сұғанақтық жасаған медсестра, врач, санитарка деген кісілерге мен ескерту, құлақ қағыс ретінде айтатын. Мына жанымен қайғырып атқан науқастардың заттарына тимеңіздер. Өйткені ол кісілер жанымен қайғырып атыр. Есінен ауырып қатты. Сіздер оны пайдаланып, мынау заттарын алып, болмаса пайда көрейін деп қалтаға басып кетіп, ондай болмайды ол. Мына Алмас Әбілпаттаның назарына. Мына реанимация бөлімінде сондай жағдай болған. Алтын сырғасы паспорты жоғалып кетіп. Ақыры өледі ғой деп. Не деген масқара, не деген сұмдық ол? Сіздер өздеріңіз Алладан кепілдік хат алдыңыздар ма? Сондай жағдайға ұшырамайтындай. Енді қазіргі таңда мынау жаңағы больницаның комиссиясына, сосын заң өкілдеріне айтатын денсаулық департаментінің назарына. Мынау науқастың артынан барған заттарды, мынау Тумышкіге қойған заттарды белгісіз жағдайда жоқ болып кетіп, білмейміз біз, қайдам көрген жоқпыз деген сияқты осындай сөздер айтылып отыр. Ол енді қайда кетеді енді? Оны аспанға өзінен өзі ұшып кетпейді ол апарған заттар. Сосын екінші мәселе, мынау ЖСН паспортты пайдаланып, мынау ЖСН ключ, міне. Бүкіл мынау Шиелі тұрғындарына айтатын, мына паспорттарыңызды, ключтеріңізді науқастанып жатқан кісіге қалдырмаңыздар. Өйткені себебі қазір небір жағдай болып жатыр ғой, онлайн кредит алу дейді, сыртынан алаяқтық істеу, үйін тігіп кету, машинесін тігіп кету. Міне осындай жағдайлар орын алып отыр қазір. Біліп жатқан шығарсыздар алаяқтықтың неше түрі бар екенін. Мынау жаңағы бір медсестра, мысалы осы жаңалықтан айтты, үйіне, қарт кісілердің үйіне барып, сыртынан миллион кредит тағайындап кеткен, міне ЖСН алып. Енді ол билік өкілдері жұмысқа алып, приказбен қабылдағаннан кейін, әрине ол жаңағы ЖСН-нің бәрі тұрғандықтан любой жерге ол пайдаланады, мынау медсестра, врачтар, мысалы. Енді көпке топырақ шашып жатқан жоқпын, арасында осындай жаңалықтардан берілгендігін айтып жатырмын. Бұл енді не деген сұмдық, не деген масқара бұл? Мынау емхананың басшысы Алмас Әбілпаттаның назарына, сосын аурухананың жаңа басшысы, орынбасары Мұсағалиева Гүлбақыттың назарына.
мынау медсестраларыңыз, санитаркаларыңыз, мынау врачтарыңыз, мынау жаңағы науқастың атынан апарған заттарға иелік етіп, көмек беріп, не зат алып келді, соның бәрін тщательно айтып отырсын. Не записка берді. Өйткені қазір сенім жоқ заман туындап отыр. Сондықтан қадағалап, басшылық етуді сұраймын дұрыстап. Болмаса орындарыңызды босатыңыздар. Өйткені себебі мынау науқастың атынан барған туыстары пәлен теңгеге алып барады, белгісіз жағдайда тумышкіден жоқ болып кетіп отыр қазір таңда. Осы мәселені қолға алуды сұраймын. Мынау облыстық денсаулық басқармасында назарына ұсынамын. Науқастың атынан барған жаңағы заттарға тиіспеуді сұраймын мен.